Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын UFC 312 турниріне арналмақ. UFC 312 турниріндегі басты main event бұл ерлер арасында 185 фунт салмаққа дейінгі өтетін, яғни 84 кг салмаққа дейінгі өтетін main event. Әрине, ең алғашқы тоқталатын кездесу бұл ерлер арасындағы басты main event. Орта салмақтағы дәл қазіргі чемпион оңтүстік африкалық Дрикус. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік оңтүстік африкалық чемпионды фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Дрикус Дю Плесси осыған дейінгі кездесуінде Исраиль Адесанияны өткен жылдың тамыз айында өткен UFC 305 турнирінде жеңген болады. Ал оның алдында кездесуінде біз білетіндей Дрикус Дю Плесси австралиялық Роберт Уитакерді UFC 290 турнирінде нокаутпен жеңгенін білеміз. Ал Шон Стрикланд өзінің соңғы кездесуінде бразилиялық Пауло Костаны төрешілердің шешімімен жеңгенін білеміз. Оның алдында кездесуінде біз білетіндей Шон Стрикланд Исраиль Адесанияны төрешілердің шешімімен жеңу арқылы чемпиондық белбеуге ие болатын. Біз білетіндей жалпы Дрикус Дю Плессидің күресі мен джиу-джитсуы, сонымен қатар тік тұрып соғысуының өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Әрине, оның тік тұрып соғысу әдісі ебедейсіз көрінуі мүмкін, бірақ та бұл ебедейсіз тік тұрып соғысу стилі Дрикус Дю Плессиге көптеген нәтижелер, яғни жақсы нәтижелер алып келіп жатқанын білеміз. Ал Шон Стрикландшы, біз білетіндей Шон Стрикландтың боксының өте керемет деңгейде екенін білеміз. Бұл жауынгердің филадельфиялық стилдегі бокстасу тәсілі Шон Стрикландқа көптеген жеңістер алып келіп жатқандығын атап өтуіміз керек. Осы филадельфиялық бокс стилі арқылы біз білетіндей Шон Стрикланд кезінде Абус Магомедовті техникалық нокаутпен жеңген білеміз. Сонымен қатар Шон Стрикланд қарсыластарына жоғары қысым қою арқылы қарсыластарының жоспарын түгелімен бытшын шығаратын білеміз достар. Менің ойымша бұл кездесуде Дрикус Дю Плесси өзінің титулдық белбеуін қорғап қалуы тиіс. Менің ойымша Дрикус Дю Плесси бұл кездесуде Шон Стрикландты чемпиондық раундтарда 4-ші болмаса 5-ші раундта уақытынан бұрын жеңуі тиіс. Нокаут немесе сабмишн. Бірақ та төрешілердің шешімімен жеңіске жетуінде жоққа шығармаймын достар. Ты серьезно? Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл әйелдер арасында 52 кг салмаққа дейінгі өтетін титулдық белдесу қорғайтын болады. Біз білетіндей Жан Вейли осының алдындағы UFC 300 турнирінде өзінің белбеуін қытайлық Ян Шананға қарсы сәтті қорғаған білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 292 турнирінде бразилиялық Аманда Лемосты төрешілердің шешімімен жеңген білеміз достар. Ал Татьяна дәл соңғы кездесуінде бұрынғы осы салмақта чемпион болған бразилиялық Джессика Андрадені сабмишнмен жеңген білеміз достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік қытайлық Жан Вейлиді фаворит ретінде көріп отыр. Менің ойымша да бұл кездесуде Жан Вейли фаворит болуы тиіс. Және менің ойымша Жан Вейли бұл кездесуде Татьяна Суарестің керемет күрес деңгейіне қарамай өзінің титулдық белбеуін сәтті қорғап қалуы тиіс. Бұл кездесу менің ойымша төрешілердің шешіміне баруы тиіс деп ойлаймын. Ал сіздерше достар, аталған кездесулер бойынша Дрикус Дю Плесси мен Шон Стрикланд бастаған Жан Вейли мен оның қарсыласы Татьяна Суарес қостаған UFC 312 турниріндегі фавориттеріңіз кім? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жолыққанша достар.